Сәлем достар, бүгін мен сіздермен сарымсақты нан, яғни чесночный хлебтің рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болатын болса, арнамнан алыстамаңыздар. Бізге ең алдымен багет нан, яғни батон нан. Батон нанды біз осылай бірнеше бөліктерге бөліп, турап алатын боламыз. Одан кейінгі бізге қажетті сары май. Сары майдың үстіне укропты салатын боламыз, яғни ұсақтап турап. Сары май бізде бөлме температурасындай болған жөн. Одан кейін сарымсақ, яғни чеснок, оны да осылай өте ұсақтап турап, майдың үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып аламыз. Енді осы майымызды, яғни салмамызды батонымыздың үстіне жақсылап жағып шығатын боламыз, шұқалап. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, видеоларымды қолдап кетіңіздер. Бұл тіске басар, өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында сіздерде жасап көріңіздер. Ендігі кезек сырды да дәл солай үккіштен өткізіп, жақсылап осы багет нанымыздың үстіне осылай орналастырып шығатын боламыз. Міне осылай сырымызды орналастырып болғаннан кейін, осы батондарымызды газге 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Міне біздің батондар дайын, сыры созылып, нанымыз қытырлақ болып, өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында сіздерде жасап көрулеріңізге болады.